Саламатсыңдар ма, балалар? Менің сендермен өткелі отырған сабағым 7-ші сынып қазақ әдебиеті пәні бойынша ұзақ мерзімді жоспардың 4-ші тарауы ұрпақ тәрбиесі. Сабақ тақырыбы Төлен Әбдіковтың қонақтар әңгімесі. Сабақ барысында жүзеге асырылатын мақсаттар: шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру, әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. Балалар, мен бүгінгі сабағымызды Мұқағали Мақатаевтың мына өлең шумақтарымен бастасам. Мен қарапайым қарттарды сүйем, не деген керім еді, бабалардың бабасы қариялар сиреп бара жатқандай көрінеді. Енді балалар, Алтынбек Қоразбаевтың «Қара шал» әнін тыңдап көрейік. Қаусаған қасіретті қара шалмын, бұл күнде қара шалмен санасарғым. Жанымды жегідей жеп қарттар үйі күн сайын қуат кемеп аласардым. Он шатар емес еді-ау пәтеріңде, осында тастап кеттің әкелдің де. Сынаптай сыртым берсе туған балаң тірідей өлген ғой әкеліңде. Көп болдау дидарыңды көрмегелі, көп болдау шешеңді де жерлегелі. Балам деп көз жұмғанша жылап жатты, жаныма қатты батты келмегенің. Жүрсің ау қолың тимей, хабарым жоқ, жатырмын жаутаң қағып, амалым жоқ. Айтып ең жас күніңде есіңде ме, әкемді өлгенше бағамын деп. Балам-ау не істетпейді қу тіршілік, кейпенде дүние қуып жүр құлшынып. Артымда барма десем ұрпақ ізі, сөзімді қалғаныма бір қушыбық. Әкең де осы жерде өлер енді, Тәңірдің жазуына көнер енді. Жалған сағындым ғой, тым болмаса алып кеп бір искетші немеремді. Әнді тыңдап болсақ, балалар, ой қозғау сұрақтарына жауап беріп көрейік. Әңгімедегі Ерғабыл қария мен термедегі қара шал тағдырларында ұқсастық бар ма? Балалар, ата-ана алдындағы парызды қалай түсінесіңдер? Қарттар өз өмірінің соңғы кезеңінде нені армандап еді? Сапабек қарттардың сол арман тілектерін орындай алды деп ойлайсыңдар ма? Қонақ деп кімдерді айтамыз? Автордың әңгімені осылай атауымен келісесің бе? Өзің әңгімені қалай деп атар едің? Сұрақтарға тұшымды, дұрыс жауап береді деп ойлаймын. Сендерге үйге әңгіме мазмұнын танысып келу тапсырылған. Мазмұнын қаншалықты меңгергендеріңді білу мақсатында сәйкестендіру кестесін орындап көріңдер. Берілген әрекеттерді тиісті кейіпкердің қасына орналастырыңдар. Мен сендердің дұрыс орналастыратындарыңа сенемін. Орындап болсаңдар, балалар, дұрыс жауаппен салыстырып көріңдер. Жарайсыңдар, балалар. Енді балалар, шығарманың қысқаша мазмұны бейне материалдан еске түсірейік. Жазушы Төлен Әбдіковтің «Қонақтар» әңгімесі бүгінгі күнде де
өзектілігін жоғалтпаған үлкен әлеуметтік мәселені көтерген шығарма. Шығармада бар жүкті Ерғабыл шалдың ой толғанысы, іс-қимылы, сөзі мен өзгелермен қарым-қатынасы көтеріп тұр десе болғандай. Курорттан қайтып келе жатып, соғып кететіндігінен хабар берген, жылына бір рет қана келіп кетер баласы Сапабекті күткен әкенің ойы, арманы. Жаратқаннан күтер тілегі бар, бірақ оны сөз саптасымен немесе қимылымен білдірмесе, ашып көрсетпейді. Ұлттық болмыстан айырылып бара жатқан жалғыз баласы Сапабектің табыстары, жер дүниені кезіп, шетелдерде болып көпті көргендігі әкі үшін мақтаныш емес. Қол басы, омырау тұсы ашық киім киген, орысша сөйлеп, ауыл тұрмысына жат қылықтар көрсеткен келіні Томаға да қазақша түсінбейтін немересіне де шалдың көңілі толмайды. Ерғабыл шал үшін түтінін өшірмей, қара шаңырақты ұстап қалған ұрпақ қана адал сүт емген, atan алдындағы парызын өтеген бала. Ауыл адамдарына әңгіме айтып, көсіле сөйлеп отырған баласын сөзден зеки тиюында да, кетерінде немересін тастап кетуге қимаған баласына, алып кет өзіңмен бірге, оқыт, өзіңдей қаңғыбас етіп шығар деп түнере сөз айтуында да, осы бір шалдың баласына деген наразылығы айқын сезіліп отырады. Ерғабыл шал ұлттық болмыспен құндылықтарды сақтаушы, қара шаңырақ деген киелі ұғымды қастерлеуші тұлға. Сапабек әкесі үшін парыз-қарыз, борыш ұғымдарын ұғына жете түсінбейтін, бүгінгі күнмен ғана өмір сүруші бала. Көтерген тақырыбы ауыр болғанымен, сөз орамдары мен айшықты сөздер еркін қолданылған шығарманың тілі жеңіл, оқушыны баурап аларлық сюжеттер желісі айқын. Оқушылар, шығарманың мазмұнын еске түсіріп болсақ, әңгімені сюжеттік композициялық құрылысына талдайық. Оқиғаның басталуы, дамуы, байланысуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шешімі, қорытынды. Сендер бұл тапсырманы да дұрыс орындайтындарыңа сенемін. Балалар, талдап болсаңдар, менің дұрыс жауабыммен салыстырып көріңдер. Жарайсыңдар, өте жақсы. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, мен мына мақалмен аяқтағым келіп отыр. Қарты бар үйдің қазынасы бар, деп дана халқымыз айтқандай, үйінде қариясы бар жанұяда шынында да қазыналы, берекелі жанұя. Өйткені кез келген қазақ шаңырағындағы ата-ана өз баласын үлкендерді сыйлауға тәрбиелейтіні ақиқат. Сау болыңдар, балалар.